Мен сенің жауың емеспін, қате түсінбе. Мен уаххаби салафи емеспін. Сопылардың да жәннат тұрғындар болуын тілеймін. Сондықтан сопылардың дүмше ұстаздарының шатпағын қалдырып, Құран мен сүннетті ұстануға шақырамын. Сопылар зомбыланып, о дүниеде ұстаздарының оларға араша болып, барлық қиыншылықтардан құтқаратынына және оларға жәннаттың есігін ашатынына сенімді. Сопылар өлген әулиелер мен ұстаздарына құлшылық етіп, олардан қиямет күніне шапағат сұрайды. Қандай шірк жасап жүргенін бірақ түсінбейді. Сопылар неге шайтанның артынан адасқан сауатсыз сектант? Өздерің жауап беріңдерші. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мен сахабалар, табииндер сопылар болып па еді? Сопылар әр күрси аятын намаздан кейін күніне кемінде 5 рет оқиды, бірақ аяттың мағынасын түсінбейді. Бұл аятта Аллах тағала оның рұқсатынсыз оның алдында кім шапағат етеді дейді. Хадистерде айтылғандай, қиямет күні Алланың рұқсатынсыз ешкім араша болмақ түгіл орнынан да қозғала алмайды. Сондықтан сопылар сасыған әулиелеріңді тастап, тек Құран мен сүннетпен өмір сүріңдер. Барлығын тек Алладан сұра. Фатиханың аудармасын оқы. Сені Аллахтан басқа ешкім ақиқат жолына сала алмайды. Ешқандай делдал посредник керек емес. Аллах саған күре тамырыңнан да жақын. Құран аудармаларын оқы. Қиямет күні әркім тек өзі үшін ғана жауап береді. Ұстаздарың өтірікші және шайтанның құлдары.